Ал ардақты ағайын, мынау хабарлаушының кешіккенінен сүйін дейді ғой. Кішкене 1-2 минут кешігіп жатса, жақсы сүйіншілі хабарды жеткізеді деп, жүректеріңіз лүпілдеп күтіп отқан шығарсыздар. Мінекей, кешеден бері Иса түркі жұртының қастерлі қара шаңырағы біздің тәуелсіз мәртебелі мемлекетіміздің рухани астанасы, ел жүрегі Түркістанның төріндегі ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлына арналған республикалық алтын домбыра айтысы өзінің мәресіне келіп жетті. Өздеріңіз байқадыңыздар, біздің ақындарымыз шапқан сайын шабысын үдетіп, көсілген сайын арқасы қызып, сөйлеген сайын осы тілінен шырайлы өлең сорғалап, барлығымыздың көңілімізден шықты ғой деп ойлаймыз. Бүкіл қасиетті ғылым мен білімнің алтын ордасы болған кешегі Әл-Фарабилердің, Ахмет Яссауилердің ұлық ілімі бүгінмен астасып жатқан қазақ руханиятының құт қонған қасиетті қастерлі қара шаңырағында ақындарымыздың бұлай көсілмеуі мүмкін емес еді. Сондықтан ардақты ағайын, 90 ауызды сөзіміздің тобықтай түйінін қазір айтатын сәт келді. Ол үшін сахна төріне, қасиетті сахнаға кешеден бергі өнер көрсеткен бүкіл ақындарымызды шақыруға рұқсат етіңіздер. Ал енді жаңа Светқали ағам айтқандай, көк күмбездің қасында қазы болып, әділдігін айтып баға беру оңай емес ардақты ағайын. Сондықтан да осы кешеден бері күреңбайдай көз салып, толыбайдай жүрегіне түйіп, саралап, парасатпенен қарап, ақындардың бағасын беріп отырған ұлт абызы Асанәлі Әшімов бастаған қазылар алқасын сахна төріне шақырамын. Келіңіздер, қазылар алқасы. Kişiyle beraber görüşelim. Екі күн өнер көрсеткен 18 ақын шыңымызда барлықтарыңыз сахнаға. Ардақты ағайын, өздеріңіз білесіздер, бұл ұлт ұстазы Алаш көсемі біздің бүгінгі тәуелсіз мемлекетімізді 20 ғасырдың басында армандап мұрат етіп өткен, қазақ баласының тәуелсіз азат ғұмыр кешуі үшін өздерінің жанын пида етіп қиып кеткен ғазиз аталарымыз, ғазиз бабаларымыз, солардың ішінде Ахмет Байтұрсынұлының ұлан ғайыр ұлт алдындағы еңбегі ұлық. Сондықтан ардақты ағайын, бүгін тәуелсіздіктің төрелі шағында бүкіл ЮНЕСКО көлемінде Ахмет Байтұрсынұлының тойын тойлап жатса, оның ішінде киелі Түркістанның төрінде 2 күндік айтыс жасап, ахаңды есімізге алып, халық жүрегіменен әлдейлеп, ұлт үшін өмірін қиған қайраткер тұлғаға құрмет көрсетіп жатса, бұл әділеттіліктің белгісі. Асыл бабаларымыздың алды пейіш арты кеніш болсын, артындағы тәуелсіз Қазақстанға Алла тағала мәртебелі мемлекет болуға нәсіп етсін дегіміз келеді. Бұл айтыстың қолдаушысы Қазақстан Республикасының Аманат партиясы. Айтысты ұйымдастырушы
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі. Мінекей, бірлесіп, ақылдасып, кеңесіп, осындай үлкен, ордалы, келелі өнер шарасын өткіздік. Ұйымдастырушы комитетінің ережесінде бекітілгендей, 2 күндік айтыста өрелі өнер көрсеткен, бүкіл қатысқан ақындарға, арнайы жүлделерге ие болмаған ақындардың барлығына да 300 мың теңгелік арнайы сыйақымыз бар. Енді одан бері де біз 3 ақынға арнайы жүлде белгілеп отырмыз. Ол арнайы жүлдені табыс ету үшін мен ортаға Қазылар алқасының мүшелері, сонау жайықтың бойынан келген ақын бауырымыз Бауыржан Қалиолланы және Дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, құрмет орденінің иегері Бекарыс Шойбековті ортаға шақырамын. Арнайы жүлде 500 мың теңгелік арнайы сыйлық. Ол арнайы бәйгенің біреуіне ие болған Шымкенттен келген шырайлы ақынымыз Нұрлан Есенқұловқа. Дәл осындай 500 мың теңгелік арнайы жүлдені кешегі аузы дуалы, орақ тілді, жеті қайқының елінен келіп жақсы өнер көрсеткен Арғынбек Қалбаев бауырымызға. Дәл осындай 500 мың теңгелік арнайы сыйлық бағана мөлдір қызымызбен шығып, мөлдір етіп тұрып, жақсы бір айтыс жасаған Қалижан Білдаш бауырымызға. Қазылар алқасына рахмет айтамыз. Енді бүгінгі республикалық алтын домбыра айтысының мәртебелі 3-ші орнын марапаттау үшін мен сахна төріне айтыскер ақын Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының Астана бөлімшесінің басшысы Дәулеткерей Кәпұлын шақырамын. Үшінші орынның біреуін сонау жайықтың жағасынан келіп, жақсы өнер көрсеткен ақын ініміз Талғат Мұқиға беріледі. Дәл осындай 3-ші орынның жүлдесі Алматыдан келіп, аузы дуалы екенін дәлелдей білген жақсы ақын ініміз Хазірет Бердіханға беріледі. Дәл осындай тағы да 3-ші орынның бәйгесін тамаша арп ішінде бір бидай болып 17 жігіттің ішінде жалғыз айтысқан Мөлдір Айтбай қызына. Қазылар алқасына Дәулеткерей бауырымызға рахмет. Енді өздеріңіз байқап отырсыздар, 3-ші орынның жүлдесі сертификаттан көріп тұрсыздар. Әр қайсына 750 мың теңгеден жүлде табыс етілді. Құтты болсын, игілікке болсын. Енді бүгінгі үлкен
Алтын Орда Алтын Домбыра республикалық айтысының екінші жүлдесін табыс ету үшін мен сахна төріне қазақ өлеңінің ардакүрең ақыны, мемлекеттік сыйлықтың иегері Ғалым Жайлыбай ағамызды және Отан орденінің иегері Нұржан Светқали ағамызды ортаға шақырамын. Кешеден бері 2 күндік айтыста осы мықты ақын екендігін, тегеурінді ақын екендігін, кешке салса таң қозатын, арқасы терілесе, ауыздығын шайнап, ай астында арқырап, күн астында кісінеп, өзінің тұлпар екендігін дәлелдей білетін жақсы ақын екендігін көрсете білген Біржан Байтуов бауырымызға. Ардақты ағайын, біз кешегі абыз бабаларымыздың, байтақ бабаларымыздың мұрагеріміз. Сондықтан да өнердегі ең үлкен парыздың бірі ол кешегі ата бабалардың дәстүрін жаңғырту, сол салған сүрлеуді әрі қарай жалғау. Біз кешегі Жамбыл аталарымыздың, Кенен аталарымыздың дәстүрі осы жалғау міндеті мына алдарыңызда тұрған ақынның міндетінде. Кешеден бергі 2 күндік айтыста тағы да бір қуанғанымыз, мына біздің талантты ақын ініміз Шұғайып бауырымыз кешегі Кененнің әнін жаңғыртты. Бір қошемет көрсетіп қойайықшы. Кенен атасының қазақтың құлағына сіңген сарынымен тамаша 2 күн бойы өнер көрсетті. 2-ші орынның тағы да бір жүлдегері Шұғайып Сезімханға. Ардақты ағайын, жаңа жоғарыда сөз сарасында айтып өткенім секілді, бүгінгі осы республикалық мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырып отырған айтыстың дәстүрлі қолдаушысы ол Аманат партиясы. Сондықтан Аманат партиясының атынан осы 1-ші орынның иегерін марапаттау үшін Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, президенттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанарбек Әшімжан бауырын сахнаға шақырамын. 1-ші орынның иегері расында да кешегі байтақ өнердің бүгінгі туыстаушы ақындарының бір екендігін дәлелдей білген, өзінің шабысынан жаңылмайтын, тілі жаңылмай текті сөйлей білетін қазақтың тамаша абадан ақындарының бірі Рүстем Қайыртай бауырымызға. Мынау Рүстем жаңа Еркебұланға жолын берді, оның үстінде алтын домбыраны алып қойған, әйтпесе көрдіңіздер ғой өнері қандай екендігін. Бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ардақты ағайын, құрметті қалайық, жаңа сіздер экраннан Жүрсін Ерманов ағамыздың Қазақстан Республикасы Ақын Жыршылар халықаралық одағының басшысы, ұлт руханиятының абызы, бәріміздің рухани ұстазымыз, көшбасшымыз Жүрсін ағамыздың сіздерге деген ыстық ықыласын естідіңіздер. Енді сол Жүрсін ағамыздың шешімі бойынша биылғы дәстүрлі түрде берілетін айтыстың ақтаңгері деген атақ бар. Сол атаққа бүгін бір емес 2 ақын лайық деп тұрмыз. Ол ақынның біреуі жаңа 1-ші орын иеленген Рүстем Қайыртай. Қазақстанның Ақын Жыршылар одағының тағайындаған айтыстың ақтаңгер атағына ие болды. Құтты болсын ардақты ағайын.
Екінші, айтыстың ақтаңгері атағына лайық деп қазылар алқасының Жүрсін ағамыздың барлығының келісіміменен лайық деп тапқан мықты ақынымыз ол Біржан Байту бауырымызға. Ми боп ойлап жүрекпен дүрсіл деймін, ағайын достық қадірін білсін деймін. Еркебұлан досыма жол бердім ғой, ол үшін қос дүниеде көрсін деймін. Алтынды екі рет ап не қыламын, маңайымда жарқырап жүрсін деймін. Бұл дала жақсылықтың бесігі еді, ізгіліктің ашылған есігі еді. Ағайын, бізді лайық деп танысаң, ақтаңгерді алуға осы жолы. Балаңыз әлі талай додаларда мәртебеңді биік қып өсіреді. Түркістанның халқына тілейтінім, жаратқан үйіп төксін несібеді. Ал енді мынау айтыстың ақтаңгері деген атақтың арнайы куәлігіменен мына кеудеге тағатын төс белгісі бар. Біз қазақ ырымшыл халықпыз ғой, ардақты ағайын. Мына ырым болсын деп Жүрсін ағамыз Европадан емделіп келгеннен кейін екі ақтаңгер бауырының жағасына өз қолымен тақсын деп солай шештік. Дұрыс па? Ал енді ардақты ағайын, бұл айтысты ұйымдастырып отырған, тағы да айтамын, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі. Сондықтан мына алтын домбыра иегерін анықтап, мәртебелі құрметін көрсетіп, алтын домбыраны табыс ету үшін мен сахна төріне Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Тәуешов мырзаны және ұлт абызы Қазақстанның еңбек ері, заманымыздың заңғар тұлғаларының бірі, қазылар алқасының төрағасы Асанәлі Әшімовті ортаға шақырамын. Ал енді мына алтын домбыра иегерін табыс етпес бұрын біздің Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне үлкен рахмет айтамыз. Мына бүгінгі айтыс өнеріне, айтыскер ақындарымызға мемлекеттік деңгейде құрметтің көрсетіліп жатқандығын, үлкен сенімнің жүктеліп жатқандығының бір белгісі арнайы Мәдениет және спорт министрлігінен берілетін ең үлкен атақ, мәдениет саласының үздігі деген атақты 4-5 ақынға бергелі тұрмыз. Соны марапаттап хабарлау үшін мен сөз кездегін вице-министр мырзаға Нұрғиса бауырыма беремін. Ардақты ағайын, құрметті айтыс өнер қауым, бүгін мінекей түркі әлемінің масқарасы Түркістанымызда дүбірлі той. Сол тойды сыйлап жатқан әрине қазақтың өнері мен мәдениеті, біздің мынау таланттарымыз. 2 күннен бері осы айтысты қолдап келіп отқан осы Түркістан жұртшылығына мәдениет және спорт министрлігі атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Біз халық әрқашанда тыңдарманның орындаушысы да, тыңдарманы да мықты халықпыз, сондықтан да біздің өнеріміз мәңгі. Ардақты ағайын, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының қолдауымен қазір өнерімізді қолдауға көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оны көретін көз болса, еститін құлақ болса, бесіп біліп жатсыздар. Мына бүгінгі сарайдың өзі біздің бір жетістігіміз. Кей мемлекеттерде бұл арман. Сондықтан да мынау сарайдың өзі біздің мәдениетке деген бөлініп жатқан көңілдің біреуі ғана. Ардақты ағайындар, биыл тек қана айтыс емес, қазақтың өнерінде көптеген іс-шаралар өтіп жатыр. Ол тек қана біздің мынау өнеріміз, дәстүрлі әніміз болсын, күйіміз болсын, және мынау бүгінгі қатысып жатқан ақындардың әр облыста осы үкімет тарапынан қолдап айтыстары өтіп жатыр. Бүгінгі мына қатысып жатқан ақындардың өзі сол айтыстардың жүлдегерлері алтын домбыраның ең жылдың соңғы айтысына ережеге сәйкес қатысады. Бүгінгі көріп отқан ақындарымызды сол жүлделі орын алған азаматшалар. Ардақты ағайын, мынау жерде өнерді қолдайтын, айта кететін жағдай, кеше ғана Алматы қаласында жазушыларымызға арналған драматургтарымыз проза, поэзия секілді жанрларға арналған Айбоз атындағы сыйлықты тағайындадық. Мәдениет және спорт министрлігінен жүлде қоры 5 миллион теңге. Бұл да өнерге деген бір құрмет. Алдымызда 23 желтоқсан күні Омай атындағы ұлттық өнер сыйлығы табысталатын болады. Бір
әрбір ұжымға, әрбір өнер иесіне табысталатын сыйлық қазір Астана қаласында, Астана опера театрында ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Және де мынау композитімізге арналған «Дала дауысы» атты арнайы конкурсымыз бар. Ол да осы 20 желтоқсан күні Астана қаласында Қалыбек Қуанышбаев атындағы театрда табысталатын болады. Бұның барлығы тек қана өнерге жасап жатқан құрмет және өнердің өсуіне әкелетін үлкен жол деп есептеймін. Ардақты ағайын, айтысқа келетін болсақ, бұл айтыстың ережесіне сәйкес кейбір ақпарат ретінде айта кетейін. Не үшін Түркістанда өтіп жатқанын. Бұл айтыстың маңыздылығын арттыру мақсатында мәдениет және спорт министрлігі тек қана алтын домбыра емес, қазақта жақсы сөз бар, елдің атын ер шығарады, ердің атын ел шығарады дейді. Бұл айтыс алтын домбыраны алған облыс болмаса қаланың өкілі азаматтары қай алтын домбыраны ұтса, сол ақынның елінде өтеді алтын домбыра. Сондықтан да былтыр Бегарыш Шойбеков бауырымыз алтын домбыраны қанжығалағаннан кейін алтын домбыраны арнайы үкілеп Ұлы Дала музейіне әкеліп қойып, бір жыл бойы соның айналасында көптеген жастарға тәлім тәрбие беретін үлкен іс-шаралар өтті. Бұл да бір елдің мерейі деп ойлаймын. Сондықтан да биылғы алтын домбыраны алған ақында сол облыстың, сол қаланың өзінің туған жерінде қалдырады. Бір жыл бойы келесі алтын домбыра өткенше сол жерде тұруға міндетті. Бұл тек қана мынау алтын күміс тас екен дейді, бірақ дегенмен бастысы еліне қуаныш сыйласын деген ниетпен арнайы ережеге солай енгізген болатынбыз. Ардақты ағайын, биыл мәдениет және спорт министрлігі тарапынан мәдениет саласы үздігі төсбелгісіне осы біздің алтын өнерімізді, асыл өнерімізді ардақтап жүрген азаматтарды табыстауға бұйырдық. Бүгін осы сахнада мәдениет және спорт министрі Дәурен Әскербекұлы келу керек болатын. Бүгін ғана үлкен жаңалығымыз мына Отырардағы, Шәуілдірдегі біздің Отырар қалашығының 3 жылдан бергі реставрациялық археологиялық жұмыстардың қорытындылап, сол жерде үлкен ашылуы өтті. Ол да біздің мәдениетімізге, өнерімізге, тарихымызға деген үлкен жасап жатқан еңбектер. Алда да бұл жұмыстар жалғасатын болады. Бүгінгі Түркістан облысындағы үлкен мәдени шаралардың басы қасы осылай жалғасып жатыр. Айтатын мәселе көп, әрине бүгінгі сіздердің аттарыңыздан мынау қатысып жатқан ақындарымызға және де Қазылар алқасының мүшелеріне үлкен алғысымды білдіремін. Осы шараны ұйымдастыру мақсатында Жүрсін ағамыз өзі сырқаттанып жатса да жаны қалмай телефон арқылы осы шараны ұйымдастырумен басы қасында ақылдасып отырып, бүгінгі мынау Қазылар алқасының құрамы болсын, ақындар болсын, оның қалай өту керек, соның барлығын Жүрсін ағамен бірге шешкен болатынбыз. Барлығымыздың тілегіміз біреу, Жүрсін ағамыз ортамызға аман есен жазылып келуін тілейміз. Мына жерде мәдениет саласы үздігі төсбелгісі біздің арнайы мәдениет және спорт министрлігі тарапынан берілетін төсбелгіміз. Міне қасымызда Асыл ағамыз, Абыз ағамыз тұр. Сіздің қолыңыздан аға алса, ол да үлкен бір мәртебе ғой. Сондықтан да бірінші Ізбасаров Шалқарбай Сайлаубайұлы. Бердіхан Қазірет.
Сүйменім Шынберген Байқарайұлы. Дашев Қалижан Мұратханов. Люлиев Тұрар Сәрсенбайұлы. Жаңа ғана айттым, осы мәдениет және спорт министрі Дәурен Әскербекұлы шұғыл жиналыстарға байланысты кері қарай ұшып кеткен болатын. Бүгін отырар қалашығының ашылуына қатысып, әрине айтысты мәдениет және спорт министрлігі біздің басты назарымызды айтысқа болашақ ұрпаққа жеткізу үшін барлығымыз бірге, осы өнер адамдары бірге көптеген жұмыстар жасау керек деп ойлаймын. Сондықтан да алтын домбыраның маңыздылығын арттыра берсек, алтын домбыраны осыдан 1-2 жыл бұрын 3 рет ұтқан ақынға сол еліне апарып сыйға тартылады. Соның бірі Мұхтар Ниязов бауырымыз 3 рет алтын домбыраны алып, биыл алтын домбыра 11 жерде ұйымдастырып отыр. Қазір Қызылорда облысының өлкетану музейінде тұр. Бұл да бір елге жасаған үлкен ақынның сыйы деп есептейміз. Сондықтан да мына алтын домбыраны ұтқан азаматтарға сондай Мұхтардың жолын берсін деген тілек айтқым келеді. Сонымен республикалық алтын домбыра айтысының мынау ортаға жарқыратып қойған алтын домбыраның егері, бас жүлде егері, жүзден жүйрік мыңнан тұлпар өнердің қас жүйрігі Еркебұлан Қайназар. Қазақ болып туғаныма қуанамын. Әсіресе оның өнерін қуаныма қуанамын. Экраннан, сахнадан жақсы кейіпкерлер жасап, өмірге қайта туаламын. Қазақтың кең байтақ жерде қуанамын. Пәскен көңілімді таза ауамен жуаламын. Басыма қандай қайғы қасірет түспесін, белімді бекем буаламын. Енді ақындармен істес болғаннан кейін бір поэзия айтып жібермесең, өлеңін айтпасаң болмайды. Мінекей мынау алтын домбыра, 3 килограмм алтын. Осыны міне жаңа айтты ғой,
предыстория, алдыңғы тарихтар. Мінекей бүгін мынау Еркебұлан былтырғы жылғы кезегет ордын жаңағы Хазіретке өзі ұсынған. Бекарысқа ұсынған. Бекарысқа ұсынған. Бийлерді мінекей өзі ие болып тұр, құтты болсын. Берекелі болсын, сапарлы болсын. Haydi. Көрген кезде сіздердей озық елді сөз айтпастан тұралман төзіп енді Асағамның аузы дуалы ғой, оны бүкіл қазақтың көзі көрді. Былтыр берген батасы қабыл болса, не қыламын әңгімені созып енді. Біз ешқашан алтынды қуған жоқпыз, алтынымның алдына өзі келді. Келмесе де министр Дәурен ұлық, осы күнге жеттік қой тәубе қылып. Түркістанда алтыным тұра берсін, 4 қақпалы шаһарға сәуле қылып. Әрі бері сүйретіп, күн суықта қалың елді қайтеміз әуре қылып. Ал, ардақты киелі Түркістанның әз жұрты. Ой, рахмет. Халықтың осы ықыласынан артық не бар? Құрметті Түркістанның төрелі жұрты, сіздерді сағынып келіп, қимай кетіп барамыз. Келесі аламан айтыста, келесі өнер дүбірінде кездескенше аман сау болыңыздар.